бір заказ түседі X5, сонымен тексеруге барамыз. Тексерсек, в общем, бір бачинасы полный краскіленген ғой. Екі есік ауысқан. Бірақ сайтында ештеңе жазылмаған, бірақ страховкадан ақша шешілген да, яғни ремонтталғанша. Сонымен сатушыдан сұраймыз ғой, что там неге жазбадың деп. Неге сатып жатсың, неге жазбадың деп сұрадық. Сөйтсек, өткен жылдың ноябрінде $70,000 алдым дейді да, осынша. Эксперт жібергенбіз дейді. Эксперт айтты дейді. В общем, бәрі зың. Ешқандай жер краскіленбеген деген сияқты. Сонымен қайтадан сатып жатырмыз $50,000 дейді ғой. $20,000 минусымен. Айтайын дегенім, біз қазір шетелде жүрміз. Жалпы сіздердің алып жатқан услугамыз, ол мана сіздерге жақсы машина таңдап беру, тексеріп беру. Сіздердің осы Кореядағы көздеріңіз болуы. Услуга не үшін предоплата деп айтсаңыздар, оны біз айтамыз да. Өйткені біз шетелде жүрміз, біздің ары-бері уақытымыз, жолымыз, еңбегіміз да бұл ше. Сол барлықтарыңызға жақсы көлік бұйырсын. Құдай қаласа қызметтеріңіздеміз. Жетсай Моторс.